Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін ерекше дәмді, тез арада дайын болатын ірімшіктен жасалған тіске басарды жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Тіпті ірімшік жемейтін балалардың өзінің сүйікті асы болып табылады. Балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Бізге қажет заттар: үйдің ірімшігі қажет болады, ұн, қаймақ, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және де ванильді қант керек. Ыдысымызға ірімшігімізді саламыз. Үстіне қантымызды, жұмыртқа, қаймақ және де ванильді қантымызды салып, біздің ірімшігіміз майда болғанша біз блендермен араластырамыз. Міне біздің ірімшігіміз осындай қаймақ тәрізді майда болып шығады. Енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, біз қамыр илейміз. Он минутқа тындыруға қоямыз. Қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін жайып аламыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз.
Түрі де осындай әдемі болып шығады. Міне біздің ерекше дәмді болып шығатын ірімшіктен жасалған тіске басарларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылай қасына қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.